Сәлем достар. Бүгін бауырдан котлет жасайын деп жатырмын. Ең бірінші бауырды аламыз да сыртындағы мынандай салафандарын мындай мешать етіп тұрған осылар мясорубкадан және де блендерден өтпейді, осылардан тазалап аламыз. Одан кейін бізге пияз, сәбіз, картоп, чеснок керек, одан кейін жұмыртқа керек, ұн керек. Сосын сәл ғана сүт қоссаңыздар да болады. Менде мына жақта туралған зелень қалып қалған, осыларды қосып беремін, өте күшті дәм береді. Қазір алдымен осы бауырды мынандай салафандарынан тазартып аламыз. Егер мясорубкаларыңыз өте сондай бәрін турап кететін күшті болса, онда тазартпай өткізіп жіберсеңіздер өтіп кетеді. Менде блендер мощность азақ, ода қатты мощный емес. Сол себепті мен осындай салафандарын алып тастаймын. Шамдар дейма сондай тоже бар екен мына жақтарында. Осылай бүйтіп қолдарыңыз салсаңыздар салафаннан алынатын болады. Көрініп тұр ма? Өстіп салафан алынады. Алынғанша алып тастаймын. Алынбаған жерлерін енді оңай алынып жатыр. Менде мынандай блендер бар. Кішкентай. Қазір мына жақта зелень, пияз, чеснок, сәбіз, картошка. Осыларды сосын бауырды тартып аламын. Осы бірінші. Бауыр тартып аламын. Тыныш, Айтерия. Шуламандар. Осылай тартып шығады. Қазір мен блендердің дауысы өте қатты шығады. Видеоны өшіріп, барлығын блендерден тартып алған соң көрсетемін сіздерге. Барлығын өткізіп алдым блендерден. Осыншама шықты. Бұл өте көп котлет шығатын болады қазір. Енді қазір мұнда 2 жұмыртқа. Одан кейін кішкене қара бұрыш қосамын. Содан кейін дәміне қарай тұз. Барлығын көз мөлшермен жасаймын, ештеңкені өлшемеймін. Бауырда шамамен жарты килограмм немесе 600 грамм шығатын шығар деп ойлап тұрмын. Содан кейін міндетті түрде сода бар ғой, ас содасы. Содан жарты қасық, шай қасықпен жарты қасық, немесе осындай бір мен сияқты саусақтың ұшымен қосып жіберсеңіздер, котлет етпен жасалған котлет сияқты осындай пышный, қалың, воздушный болып шығатын болады, өте күшті болады. Мен барлығын жақсылап араластырамыз. Қазір көп емес, кішкене ұн қосамыз. Ас содасы не береді ғой? Объем береді, мынандай пышный қылып күшті болады. Енді қазір кішкене ұн қосамын.
барлығы менде көз мөлшермен. Міне ұн кішкене қостым, қазір араластырамын. Өте қатты қою да емес, орташа болады. Чуть-чуть қосып жіберемін. Болды. Мына стаканмен жарты немесе жартыдан төмен ұн қостым. Жақсылап араластырамын да. Сковородкаға кәдімгі майымызды құйып пісіреміз. Бұған май қоспаймыз. Бұл өзі майда қуырылады ғой, өте май болып кетеді. Бұған май қоссаңыздар. Міне осындай масса пайда болды. Қазір енді сковородкамыздың астын жағып қыздырамыз. Қызғаннан кейін сіздерге көрсетем қалай құямын. Міне осындай масса пайда болды. Қазір енді сковородкамыздың астын жағып қыздырамыз. Қызғаннан кейін сіздерге көрсетем қалай құямын. Міне мен сковородкамды қап-қара неге жумайсың деп айтпай қойыңыздар. Бұл менде специально балық қуырғанға, осылай котлет жарты еткенде өте жақсы. Осы сковородканы пайдалануға осылай аламыз да. Қасықпен котлеттің формасында қойып шығамыз. Бауыр өте тез піседі. Астын қаттырақ қоямыз, бірақ максимально қатты емес. Қаттыдан сәл ғана төмендеу. Өйткені ішінде картоп, сәбіз бар, олар да пісіп үлгеру керек. Ал қазір енді бірінші болып туғандарым кішкене осындай болып жатыр. Келесі туғанда өте әдемі болып шығады. Қазір прикольно ыңғайсыздау жатыр. Қызарып жатыр. Қазір құйытайын. Міне осы. Мен алдында тағы да өсті. Қуырғанмын ғой. Ет қуырғанмын. Ет пен картошка содан тазым бәрі басып кетті. Міне өстіп. Қазір біреусін піскеннен кейін сіздерге көрсетем ортасын. Бұрын газын бетіне фольга төсеп қоятын едім. Қазір еш нәрсе төсемей жүрмін. Мына уже пісті. Піскен котлеттерімізді мұнда қоямыз. Мынау да пісті. Вилканы саған кезде міне вилка таза болып шығып жатыр, ал егер де піспеген болса вилкаға мынандай несі жағып қалады. Мынау да пісті. Мынау да пісті. Қызартып аламын. Өйткені өзімнің көңілім толмайды. Қатты қызартып алмасам, как будто шик алып қойған сияқты боламын ғой. Осы етті қатты қызартып аламын. Бүгін балалар айғайлап жатыр ғой артықсанда.
өстіп котлеттерді пісіре бересіздер. Кім бауырды жақсы көреді, жасап жесеңіздер болады бауырды. Анда-санда жеп тұру керек, бауыр пайдалы негізі. Балаларыңызға берсеңіздер, балаларға жеу керек. Міне біреусін уже жеп жатырмыз. Іші піскен, сосын мындай пышный, сочный, күшті болады. Ыстықта өткен еще. Салфетка әкеп. Міне қазір көрсетейін. Осыншама шықты. Қазір біреусін көрсетемін сіздерге. Ыстық. Жаңа соңғы піскендер ыстық. Міне іші барлығы піскен. Сочный. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай ғой. Көп керемет ингредиент те кетпейді. Балалар шетінен жеген өзінде осыншама әлі бар. Қазір қасына гарнир пісіремін. Освещение дұрыс болмағаннан кейін қап-қара болып көрініп тұр. Негізінде бұндай қап-қара болып шықпайды. Кәдімгі етпен котлет қуырасыздар ғой, тура соның түсі сияқты болады. Міне осылай істегенде қоңырқай болып көрініп тұрған сияқты. Жасап көріңіздер.